Шығыс Қазақстан жері, терең даналық пен көз тартар керемет сұлулық жері. Бұл жерге келіп қайту, бірегей, ерекше жерді көріп қайту деген сөз. Мұнда шынымен де келіп көруге тұратын көп нәрсе бар. Марқакөл мен Катон Қарағайдың тұп-тұнық табиғаты. Берел қорғандары мен Ақбауыр кешенінде ашылған адамзат үшін ғасырлар даналығы. Қиын керіштің ғажайып шатқалдары және бұқтырманың алтын құмдары. Біздің аймақта жүздеген көрікті жерлер және оларға келетін жүздеген жолдар бар. Бірақ олардың барлығы сізді өзінің сұлулығымен және өзіндік ерекшелігімен сөзсіз баурап алып, жаңа әсер құшағында қалдыратын бір жер арқылы өтеді. Ол жер Өскемен. Біз сізді қаламызда серуендеуге шақырамыз. Біз осы жерден Өскеменнің әуе қақпасынан бастап бүкіл қаланы аралап өтіп, сізді қаламен мүмкіндігінше жақын таныстыруға тырысамыз. Жақсы, онда кеттік. Біздің алғашқы аялдамамыз металлургтер мәдениет сарайының алдындағы алаң. Өскемен зауыт пештерінің түтіні арасында өсіп өркендеді. Және бұл жер қаланың алғашқы ірі әлеуметтік нысаны болды. Қала құрылысшылары бұл үлкен сарайды 1958 жылы металлургия саласының қызметкерлеріне сыйға тартты. Қасбеттердің интерьері мен дизайнын жасауда Кеңес одағындағы танымал мүсіншілер, сәулетшілер, суретшілер еңбек сіңірді. Сол дәуірдің стилін қазір де байқап сезінуге болады. Бір қызығы, тіпті көптеген өскемендіктердің өзі, осы өздеріне таныс үйреншікті жердің бүкіл Қазақстан үшін бірегей екенін біле бермейді. Бұл еліміздегі сталиндік ампир стилінде жасалған толық сәулеттік ансамбльді көруге болатын бірнеше орындардың бірі. 2021 жылы еліміздегі кинотеатрлар экранына Дос Мұқасан ансамблінің тарихы туралы тамаша фильм шықты. Сол кезде 60-шы жылдардағы ғимараттардың көрінісі үшін режиссер Айдан Сахаман дәл осы жерге, Өскемендік металлургтер сарайының алдындағы алаңға келді. Осы тарихи орындарда серуендеуді ашық аспан астындағы мұражайға саяхат деуге де болады. Сондай-ақ экскурсия жүргізушінің де қажеті жоқ. Тарихи ғимараттар туралы ақпаратты QR кодын сканерлеу арқылы білуге болады. Сонымен қатар, оларды тек осы жерде ғана емес, қаланың көптеген аудандарында да кездестіруге болады. Ал біз бүгінгі серуенімізді қалалық спорт сарайының жанында жалғастырамыз. Кез келген Өскемен тұрғыны сіздерге біздің қаламыз хоккей қаласы екенін мақтанышпен айтар еді. Өскеменнің тамаша хоккей мектебі әлемге жоғары деңгейдегі чемпиондар сыйлап келеді. Спорт сарайының дәл қарсы алдында осының бәрінің басталуына себепші болған адамға баспана болған үй тұр. Борис Александров 1955 жылы Өскеменде дүниеге келген. Тамаша хоккейші және олимпиада чемпионы өз өмірін туған қаласына арнады. Алдымен ойыншы ретінде, содан кейін жаттықтырушы ретінде. Александров Өскемен торпедасы мен Өскемен хоккейін әлемдік деңгейге көтерді. Міне, Борис Александров тұрған үй. Міне, болашақ чемпион мұзға шыққан хоккей қорабы. Өскеменде бұл адамды тек торпедамен жаттықтырушылық жұмысы үшін ғана емес, жалпы ерекше жақсы көреді. Ол ойыншылардың да, жанкүйерлер бойынша да бүкіл хоккейшілер ұрпағын өсіріп шығарған адам. Дәл осы жанмен хоккей біздің ортақ құндылығымызға айналды.
Тарих пен спорт жайлы сөйлескеннен кейін, біз енді қарапайым, бірақ тартымдылық жағынан еш кем емес нәрселер, тамақ туралы сөйлесуді ұсынамыз. Мәселенің бұл жағы қала қонақтарының ешқайсысын бей-жай қалдырмайды. Өскемендегі көптеген мекемелер кез келген талғамға және әмиянға арналған тағамдарды ұсынады. Сондай мекемелердің біреуін қарастырайық. Курт Н. Вайн мейрамханасы тек Өскемен үшін ғана емес, бүкіл еліміз үшін ерекше саналады. Ресторатор Мұхтар Тойбазаров қазақтың ұлттық тағамдарын классикалық мейрамхана ортасымен ерекше түрде үйлестіре алды. Мы задумали наш ресторан, Дом казахской кухни, Курт Н. Вайн, как некую визитную карточку туризма Восточного Казахстана. В нем сосредоточены несколько концепций. Первая – это концепция дизайна, второе – это концепция истории и археологии, третья – это концепция, отражающая ландшафт нашей территории, четвертое – это наша оригинальная казахская кухня в современном исполнении с использованием локальных продуктов. Мы написали на этой карте «Казахилығымызды сәнге айналдырайық», что значит «давайте казахское сделаем модным». Если вы взглянете на эти колонны, они необычной формы. С одной стороны у них форма зеленого листа, а в центре колонны археологические предметы. Эти археологические предметы – это находки на территории Восточного Казахстана. Что это такое? Это стол, он длиной 4,5 метра, из единого массива дерева. И на нем мы изобразили, на мой взгляд, самые важные географические открытия, которые хотелось бы донести до каждого жителя Казахстана или каждого гостя Восточного Казахстана, Алтая в целом. Вот это вот река Иртыш со всеми ее большими притоками и озерами, которые находятся на территории Восточного Казахстана. Вот здесь Маркаколь, здесь озеро Зайсан, это река Калжыр, это река Куршим, это река Тайынты, Аблакет. Река Ульба вливается в реку Иртыш и находится город Өскемен, Өскеменогорск, например. Страны интересны не только своей природой или историей, весь этот интерес, он всегда вкупе с кухней, с национальной. Да? В тот момент, когда я это хорошо осознал, я понял, что нам необходимо развивать свою казахскую кухню. И поэтому нам нужно было подумать над тем, как создать ресторанную концепцию казахской кухни. То есть она должна быть а. порционной, б. делимой, третье. технологичной, и в. она должна быть инстаграмной. То есть еду надо делать модной. Мир не стоит на месте. Человечество и кухня развивается. И нам тоже необходимо развивать свою национальную кухню. Дәмді тағамдармен әлденіп алғаннан кейін, саябақтағы серуеннен артық не болуы мүмкін? Сол жағалаудағы саябақ кешені бірнеше сағат бойы аралап көруге болатын үлкен орын. Мұнда отан соғысы кезіндегі қондырғылар, ежелгі ескерткіштер аллеясы және музыканттар аллеясы бар. Дегенмен мұндағы басты көрікті жерлердің бірі этноауылдар. Аумақта елімізді мекендейтін әртүрлі халықтардың тұрғын үйлері шоғырланған. Ол үйлердің әрқайсысын шағын мұражай деуге болады. Өскемен бұл тек металлургия және хоккей қаласы ғана емес. Бұл сонымен қатар алғашқы достық үйі пайда болған қала. Мұнда ұлттық келісім мен өзара мәдени алмасу дәстүрлері әрқашан бірінші орында тұрады. В 2010 году при открытии этнодеревни были учтены практически все те этнокультурные объединения, которые находятся в нашей области. Это единственная этнодеревня в Казахстане. Дома были построены за счет государства, за счет бюджета области, а вот наполнение домов это уже делали сами этнокультурные объединения, представители разных народов. В нашем музее очень много уникальных вещей, уникальных предметов, вообще уникальных домов. А вот это один из них. Он собран на месте обитания, вернее, разобран на месте обитания, перевезен сюда, в Усть-Каменогорск, и здесь составлен с нуля.
Осылайша, қаланың бір шетінен екінші шетіне дейін өтіп, біз сізге Өскеменге келудің неге ғанибет екендігі туралы шағын ғана бейнероликті көрсеттік. Жол түсіп келе жатсаңыз, бұл қала сізді шын жүректен қуана қарсы алады. Сізге көптеген жарқын көңіл күй мен жылы естеліктер сыйлай алады. Ребята, что я могу сказать о нашем Усть-Каменогорске? Это самый красивый, самый светлый, самый солнечный город. Не только потому, что у нас замечательные парки, но и какие у нас люди. Приезжайте к нам в Казахстан, в Усть-Каменогорск. Өскеменге келіңіздер. Барлықтарыңызды Өскемен қаласына, Шығыс Қазақстанға шақырамын. Приезжайте в наш край. У нас такая замечательная, красивая природа. Бұл өте сұлу қала. Мен өте Өскемен қаласын қатты жақсы көремін. Барлықтарыңызды шақырамын. Табиғат өте сұлу, адамдары өте қонақжай, жылы. Сіздерге барлықтарыңызға ұнайды деп сенемін. В городе Усть-Каменогорск самые прекрасные парки и замечательные люди. Приезжайте в город Усть-Каменогорск, у нас есть на что посмотреть. Добро пожаловать к нам в Восточный Казахстан, на казахстанский Алтай и в город Усть-Каменогорск.